күздің қоңыр салқын кезінде менің ойымша дәл осы дорама күзге нағыз ассоциация. Оның атауы нағыз ассоциация. Бұл менің ең алғашқы дорамам еді. Бұл қандай дорама? Ол әрине «Осень в моем сердце». Бақытты отбасында Джунсо мен Ынсо ағалы қарындас болып бірге өседі. Бірақ Ынсо көлік апатына ұшырап, жарақатына байланысты отбасы мүшелері ауруға қан тапсырғаннан кейін өмірлері түбегейлі өзгереді. Ынсоның қан тобы отбасы мүшелерінің ешқайсысымен сәйкес келмейді. Оны туғанда басқа қызбен ауыстырып алған екен. Бәрі анықталған соң Ынсо өз туған әке-шешесіне тапсырылады. Ал Джунсоның отбасы ақш-қа көшіп кетеді. Біраз жыл өткен соң Джунсо Кореяға қайта оралып, Ынсоны кездестіреді. Екеуі бір салада жұмыс жасап, көп көріседі. Ағалы қарындас болып өскен екеуінің сезімі өзгеше күйге ене бастайды. Тілеп алмаған махаббаты қабылдау екеуіне де ауыр болады. Олар ғана емес, сөз байласқан сүйіктілері де қайғырады. Ата-анасы ешқашан кешірмейміз деп қарғысын жаудырады. Қос ғашықтың ендігі амалы